Өмірден өтіп, жұмаққа жетіп, жайланғандар қаншама. Шаңырағымыздың еркесі, мерекесі болған бауырымыз Әйгерімді сағынышпен еске аламыз. Әбідаева Әйгерім Сейдахметқызы 1995 жылы 19 ақпанда Жаңатас қаласында дүниеге келді. Ол кезде отбасымызда қиын кезеңдер жүріп жатыр еді. Әкеміз сырқаттанып, ауылға Шығанақтағы қара шаңыраққа көшіп келуге мәжбүр болдық. Біз отбасында 6 адамбыз. Әкем Сейдахмет, анам Гүлмира және мен, үйдің үлкені Аида. Бауырларым Айбек пен Айдос. Үйдің кенжесі, еркесі, қылығына көз тоймайтын тәттісі Әйгерім еді. Әйгерім сол ауылда 2003 жылы алғаш мектеп табалдырығын аттады. Жастайынан өте зерек, пысық Әйгерім мектепте үздік оқыды. Талай білім додаларының жүлдегері атанып, қатарының алды болды. Сан қырлы өнерімен таныла жүріп, 2013 жылы 11 сыныпты жақсы бітіріп шықты. Сол жылы өзінің қалаған мұғалімдік мамандығы бойынша торпеге оқуға түсті. Өмірінің ең қызықты, мәнді де сәнді кезеңі осы болар сірә. Мұғалім мамандығының қыр-сырына қанығып, 2017 жылы оқуды ойдағыдай аяқтады. Дипломын қолға алып, отбасымызға оралғанда ата-анамның қуанышында шек болмады. Осы жазда арман қуып Астанаға менің қолыма келді. Жұмысқа орналасу үшін Астанада мүмкіндік көп болғандықтан шақырып алған едім. Бірақ біздің дегеніміз болмай, өмірі басқа арнаға ауды. Өмірлік серігін кездестіріп, тұрмысқа шығамын деп шешті. Қыз мұраты кету демекші, біз де қарсы болмадық. Сөйтіп Әйгерім 2017 жылы ұлыстың ұлы күні 22 наурызда Байқадамға Шакировтар отбасына келін болып түсті. 23 жаста алғаш ана атанып, Айым есімді қызын өмірге әкелді. Араға 2 жыл салып, Нұрым атты батыр туылды. Отбасылық өмірдің қызығы мен шыжығын жары Алматпен бірге көріп жатты. Аналық бақыттан бас айналып, бар ниеті балаларында болды. Дипломы бойынша жұмысқа да шықпады. Балаларды аяққа тұрғызып алайын деп тастауға қимады. Ең тамаша мереке ол үшін балаларының туған күнін тойлау еді. Бос отыруды жөн көрмейтін ол. Декретте отырса да, онлайн курстарға қатысып, өзін еңбектің әр саласында сынап көріп, сырттай табыс тауып отырғанын мақтан ететін. Жан сіңілім, жетістіктері мен жақсы жаңалықтарын WhatsApp арқылы бөлісіп, ұзақ тілдесуші едік, шіркін. 2021 жыл. Бүкіл әлемге қалай ауыр тисе, біздің отбасымызға да сондай алаң әкелді. Ауыр індет оны айналып өтпеді. Бұл кезеңде сіңілімнің аяғы ауыр еді. Әбден сақтанып бақты, бірақ болмады. Шілденің 28 күні ыстығы көтеріліп, ауруханаға түсті. Көп ұзамай, екі өкпесіне суық тиген деп жансақтау бөліміне жатқызды. Аурудың асқынып кеткенін тым кеш білдік. Ертерек білгенімізде ауруханаға апармай-ақ емдеп алар едік деп жанұшырдық. Абдырап қалдық. Дәрігер иммунитеті әлсіз, баланы ота арқылы босандыратынын хабарлап айтты. Аман есен жан саямыз дүниеге келді. Сіңілім аурумен күресуін тоқтатпады, жанталасты. Соңында аппараттың көмегінсіз дем жетпейтін болды. Қатаң тәртіп, тілдесуге де мүмкіндік болмады. Алладан күндіз түні дұға тілеуден басқа амал қалмады. Ақыры ажал өз дегеніне жетті. Әйгерім 13 тамызда сағат 11-де 26 жасында
өмірден озды. Қыршын кеткен сіңілім ай, ғұмырыңның қысқа болуы Алланың қалауы шығар. Алла жанаттан орын бер, біліп білмей істеген күнәләрін кешіре көр деп дұға тілейміз. Шырылдап қалған кішкентай балапандарың қайғының дәмін тым ерте таттау. Жансая деп атаған ақ періштеге қарап, өзімізді жұбатамыз, шүкіршілік етеміз. Артыңда қалған перзенттерің аман болсын, жамандық көрмесін, аналарының жетпей кеткен арманына солар жетсін. Жан бауырым, алтыным, ботам, сені қатты сағындық. Аңқылдаған мінезіңді, жанашыр жүрегіңді сағындым. Сенің қасымызда жоқтығыңа 1 жыл өтсе де, сене алар емеспіз. Жан бауырым, жаның жанатта шалқысын. Жатқан жерің жайлы, жарық болсын, топырағың торқа болсын. Ата-анасы, бауырлары, жан-жары мен ненесі, жеңгелері мен туыстары дұға тілеп, сағынышпен еске алады. Балаларыма өсиет. Аш болса бүгілмесін, кісі қолына өңілмесін, ағайыннан түңілмесін. Тоқ болса төгілмесін, орны толмас өкінішке егілмесін. Еңбек еткенде ерінбесін, өз есігін төрімдесін, өз туысын бегімдесін. Бас саулығын бақ санасын, өз ошағын тақ санасын. Қас алдында жерге қарамасын, жауда дос қазанам.